Сәлем достар, бүгін біз компот жасайтын боламыз. Ол үшін шие, қара алча, сары өрік, қалауыңызша жалбыз және де қант қажет. Банкілерді стерильдейміз. Қара алчамызды саламыз. Өрігімізді саламыз. Шиемізді саламыз. Жалбыз салсаңыз, компотыңызға ерекше дәм береді. Өте дәмді болады. Әр банкымызға бір стақан қант құямыз. Енді банкымызға қайнаған суымызды толығымен құямыз. Қанты ерісін деп осылай шамалы шайқап аламыз. Компотымыз дайын болды. Компоттарымызды міндетті түрде аударып қоямыз және де бетін жылы жауып қоямыз. Компотты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.